Бірінші көріністе біз екі апалы сіңліні көреміз. Кейт пен Лиз демалысқа бару үшін Кипр әуежайына қонды. Кейт үлкен әпкесі болғандықтан сіңлісі үшін бәрін ойлайды. Алайда Лиз бала сияқты қарағысы келмейді. Сондықтан ол әпкесіне деген наразылығын жиі білдіреді. Ол үнемі телефонмен сөйлесіп, ең жақын досы Кристиге хат жазып, Кейтке шағымданады. Қыз телефонмен айналысқаны сонша, әуежайдан шыққанда орындықтағы төлқұжаттарын ұмытып кетеді. Ұзақ сапардан кейін апалы сіңлілер ақыры қонақ үйіне жетеді. Тіркеу барысында Лиз әуежайдың қабылдау бөлмесінде төлқұжаттарын ұмытып кеткенін түсінеді. Бұл туралы білгеннен кейін Кейт оны жауапсыздығы үшін ұрысады. Бірақ Лиз қателігі үшін кешірім сұраудың орнына онымен дауласа бастайды. Олар төбелесіп жатқанда әкімші оларға шешім ұсынады. Ол портқа қоңырау шалып, төлқұжаттарын алады. Кейт көмектескені үшін ризашылығын білдіреді. Және бөлмеге барар алдында олар аштықтан өліп жатқандықтан тамақ ішуге болмайтынын сұрайды. Жауап ретінде ресепшн ас үйдің жабық екенін айтып, төменгі қабаттағы түнгі клубқа баруды ұсынады. Кейінірек Кейт душ қабылдағанда Лиздің дәрігерінен қоңырау шалып, оның әл ауқатын сұрайды. Бұл жерде Лиздің депрессиядан зардап шеккені анықталды. Бірақ ол қазір қалпына келу жолында және өзін жақсы сезінетін сияқты. Кейт дәрігерді Лиздің емделуін дұрыс қадағалап жатқанына сендіреді. Душ қабылдап болған соң, ол жуынатын бөлмеден шығып, Лиздің ұйықтап жатқанын көреді. Ол оны мазаламауды шешіп, түнгі клубқа жалғыз барады. Оған Мира есімді әйел келеді. Ол жігіті Джектің қарауында. Кейт бұл жұптың сәнді өмір салтын қаржыландыру үшін адамдарды тонап жатқан алаяқтар екенін білмейді. Мира Кейтпен сөйлесіп, оның біреуді күтіп тұрғанын сұрайды. Кейт жоқ деп жауап бергенде, Мира оның жалғыз екеніне сенеді. Содан кейін ол оны биге шақырады. Ал біздің қыз бұған құлықсыз келіседі. Би алаңында оларға екі жергілікті кипрлік қосылды. Андреас пен Ник. Төртеуі бос емес кезде Мира Кейттің бөлмесінің кілтін байқамай ұрлап, жасырын түрде жігітіне береді. Біраз уақыт билегеннен кейін Кейт жаңа достарымен селфи жасайды. Содан кейін кетуге ниетті, бірақ оны Мира тоқтатады. Ол Джек бөлмесінен ақша ұрламайынша оның қалуын қалайды. Сонымен бірге Андреас өзінің шары бар екенін айтып, барлығын оны мінуге шақырады. Кейт басында екіленсе де, Андреас бұл мүмкіндік өмірде бір рет болатынын айтқан кезде келісті. Содан кейін топ оның көлігіне отырып, діттеген жеріне барады. Келген соң балалар әуе шарын дайындай бастайды. Андреас Никке допты қозғалтпай ұстау үшін көліктің дөңгелегіне арқан байлауды тапсырады. Ник нұсқауларды орындайды, бірақ арқаның екінші ұшын шарға байлауды ұмытады. Осы кезде Джек даяшы кейпіне еніп, Кейттің бөлмесіне қарай бет алды. Лиз бөлмеде оянып, Кейттің жаңа достарымен көңіл көтеріп жатқан суретін тауып, өзін ренжітті. Ол өзінің ең жақын досына әпкесінің оны тастап кеткенін және түні бойы кеште жалғыз қалғанын айтады. Кейтке сабақ беру үшін Лиз оны мазақ етуді жоспарлап отыр. Ол өзін тастап кеткенде етіп көрсету үшін шкафқа тығылуды шешті. Содан кейін ол шкафта жасырынуды шешті. Сол уақытта Джек ұрланған кілтпен бөлмеге кірді. Лиз бөлмеге пышақпен кіріп келе жатқан жігітті көріп шошып кетті де ең жақын досына жағдай туралы хабарлама жіберді. Біраз уақыттан кейін Джек Лизді табу үшін шкафты ашады. Қыз шошып айқайлап, жуынатын бөлмеге кіріп, өзін ішке қамап тастайды. Екінші жағынан топ әуе шарымен ұшып, биіктен қала көріністерін тамашалайды. Біраз уақыттан кейін Кейт олардың шынымен қозғалып жатқанын түсінеді. Ол топтың қалған мүшелеріне ескертеді. Бұл Андреасты Никті немқұрайлылығы үшін ұрысуға итермелейді. Бұл екеуінің арасында қатты дау туғызады. Бүкіл әлемде шардың жел диірмендеріне қарай жылжып бара жатқанын байқайды. Андреас жылдам қозғалыспен жалынды үлкейтіп, жел диірмендерін кесіп өту үшін шардың мүмкіндігінше жоғары көтерілуіне мүмкіндік береді. Содан кейін бәрі төмен еңкейіп, соқтығыспау үшін дұға етеді. Бір кезде Ник жағдайды тексеру үшін орнынан тұрады. Бірақ жел диірменінің қалақшасы шардың себетіне тигенде әрекет етуге уақыты жоқ. Бұл Никті лақтырып жібереді. Ал Андреас ағаштың бір бөлігі жамбасын тесіп өткеннен кейін есінен танып қалады. Екі әйел шұғыл түрде алғашқы көмек қобдишасын іздейді, бірақ пайдалы ештеңе таппайды. Жағдайдың ауырлығын түсініп, Кейт көйлегін шешіп, қан кетуді тоқтату үшін Андреастың аяғын таңып тастайды. Әйелдер үрейленіп жатқанда, Ник кенеттен бұлттардың арасында арқан ұстап пайда болады. Мұны көріп, Мира Кейттің көмегімен арқанға жетуге тырысады. Бірақ Ник оны ұзақ ұстай алмай, ақыры өліп қалады. Қонақ үйге оралғанда, Лиз жуынатын бөлмеден шығып,
қабылдау бөлмесіне асығады. Ол әкімшіге тонау әрекеті туралы хабарлайды және одан полицияға хабарласуын сұрайды. Бұл арада Джек қамауға алудан қорқып, тонау жасамай қонақ үйден шығып кетеді. Көлігіне қарай бара жатып, Мираға дауыстық пошта қалдырып, олардың мақсаты бір екеніне көз жеткізбегені үшін оны жазалайды. Егер ол қамауға алынса, онымен мәңгілікке ажырасамын деп қорқытады. Көп ұзамай қонақ үйге полиция қызметкері келіп, не болғанын сұрайды. Жауап ретінде ресепшн Лиз мен оның әпкесі қонақ үйге төлқұжатсыз келді. Енді оның әпкесі кішкентай қызды тастап кетті деп шағымданады. Есін жиған соң, Андреас оған әуе шарымен ұшуға тыйым салынғанын айтады. Өйткені ол шын мәнінде бастығына тиесілі. Мұны естіген Мира ашуланып, оған тек қыздарға әсер ету үшін өтірік айтты деп айқайлайды. Кейт олардан дауды тоқтатып, үлкен шарды қондыруға көңіл бөлуін өтінеді. Алайда тым кеш, өйткені олар мұхиттың ортасынан ұшып бара жатқан жерден алыс. Олардың бір ғана жолы бар, жылы ауаны пайдаланып, құрлыққа оралу. Уақыт өте келе Кейт қонақ үй бөлмесінде жалғыз қалған әпкесі үшін алаңдай бастайды. Мұны естіген Мира өзінің және Джектің полицияға түсіп қалу қаупі бар екенін түсінеді. Көп ұзамай топ алыстан қайықты байқайды. Бұл олардың құтқарылуына үміт береді. Олар қолдарын бұлғап, көмекке шақырады. Бірақ қайық жолаушылары олардың қимылдарын достық деп қателесіп, қол бұлғайды. Осының ортасында Андреас Кейт пен Мираға қосылуға тырысады, бірақ суға құлап кетеді. Бұл әйелдерді дүрбелеңге түсіреді, және олар оны құтқару үшін арқанмен кім секіру керек екендігі туралы дауласа бастайды. Олар тым көп уақытты босқа өткізіп жатыр. Бұл Андреастың суға батып кетуіне себеп болды. Одан да жаманы, қайық та кете бастайды. Қайықтың назарын аудару үшін дуэт әуе шарындағы банарды пайдалануды шешеді. Олар оны ұстап алуға тырысады, бірақ олар тек шыңдарын жұлып алады. Содан кейін олар одан да төмен түседі. Осыдан кейін Мира Кейттен банардың түбіне жеткенде аяғынан ұстауын сұрайды. Ол әйтеуір оны қайтарып алады. Бірақ соған қарамастан олардың қаламы да, маркері де жоқ. Сондықтан Кейт оған сос хабарламасын жазу үшін өз қанын пайдаланады. Өкінішке орай, олардың күш жігері нәтижесіз болып шықты. Өйткені қайық тым алысқа кетіп қалды және ешкім жоқ. Банарды байқайды. Осыдан кейін Мира көйлегін шешіп, қан кетуді тоқтату үшін оны Кейттің зақымдалған қолына байлайды. Оқиға қонақ үйге оралады. Онда полиция қызметкері София есімді американдық консулдық қызметкерді шақырды. Ол Лизді балаларды қорғау қызметіне бермекші, бірақ қыз сонда қалып, әпкесінің қайтып келуін күткісі келеді. Лиз де әпкесіне қауіп төнуі мүмкін деп күдіктенеді. Өйткені ол жоғалып кетпес бұрын орналасқан жерін бөлісті. Яғни ол оны тастап кетпеді. София Лиздің енді қонақ үйде қала алмайтынын және онымен бірге жүруден басқа амалы жоқ екенін түсіндіруге тырысады. Жауап ретінде Лиз бұл идеяны ойлап тауып, консулдықты Кейтті іздеуге баруға көндіреді. Содан кейін екеуі Кейт көрсеткен соңғы орынға барады. Оны София туристік бағыт деп санайды. Керісінше, әуе шарында бір шар таусылып қалады. Сондықтан әйелдер газ түтіктерін басқа шарға тез ауыстырады. Бұл жерде тағы бір мәселе туындайды. Олардың от жағатын сіріңкелері жоқ. Кейт көп ұзамай презервативті байқайды және бұл оны ойға қалдырады. Ол оны арақпен толтырып, күн сәулесінің әсеріне ұшыратып, үлкейткіш әйнек әсерін жасайды. Бұл трюкті қолданып, олар долларлық купюраны өртеп, оттыққа салып, шарды қайтадан ұша бастайды. Долларлық купюралардың жанып жатқанынан түтін шыққанын көріп, Кейт басқа жоспар жасайды. Ол назар аудару және көмек сұрау үшін артық түтін шығарғысы келеді. Сосын олар шардың бөліктерін алып, өртеп жіберу үшін долларлық купюраларға орап алады. Бүкіл әлемде оның ешқашан мектепке баруға және жақсы өмір сүруге мүмкіндігі болмағаны туралы әңгімесімен бөліседі. Ол сондай ақ Кейтті күшті және тәуелсіз әйел болғаны үшін мақтайды. Келесі көріністе Лиз мен София келушілер орталығына келгенде Андреастың көлігін тауып алады. Ішінде Кейт пен оның тобының ыстық әуе шарында ұшып бара жатқан видеосы бар шағын камераны тауып алды. Осы жаңалықтан кейін София ұшқышпен байланысады. Бірақ оның отбасылық демалыста екенін біледі. Бұл арада Мира әуе шарындағы сигнал сымын байқайды. Ол оны ажыратып, антенна сияқты әрекет ететін Кейттің телефонына қосады. Содан кейін телефон сигналды қабылдайды. Ал Кейт әпкесіне оның қазіргі орналасқан жері туралы дереу хабарлайды. Бірнеше минуттан кейін телефонның батареясы таусылып, ол кенет өшеді. Орналасқан жерін білгеннен кейін Лиз оны Софияға көрсетіп, көрсетілген бағытқа баруын сұрайды. София келіседі. Көп ұзамай екеуі портқа келеді. Содан кейін олар қайыққа мініп, көрсетілген жерге кетеді. Осы уақытқа дейін шар суға түсіп үлгерді. Бұл екі әйелді дүрбелеңге салды. Көз алдында өлімді көргенде
Мира көзіне жас алып, жігіті екеуі Кейттің қонақ үй бөлмесіне оның кілт картасын ұрлап кіруді жоспарлағанын мойындады. Бұл ашуға қарамастан, Кейт оған ашуланбайды, бірақ ол әпкесі үшін көбірек алаңдайды. Басқа жерде Джек жасырған ақшасының бір бөлігін алып, басқа құрбысымен көлігімен кетіп қалады. Олар қонақ үйде қалады. Ал Джек душ қабылдап жатқанда, оның жаңа құрбысы оқиға орнынан қашып кетпес бұрын, оның барлық ақшасы мен көлігінің кілтін ұрлап кетеді. Шар қазір толығымен суға батып кетті. Кейт одан жүзіп үлгерді, бірақ Мира іште тұрып қалған сияқты. Оның жүзе алмайтынын түсінгеннен кейін, Кейт кері жүзіп, оны дер кезінде құтқарады. Сосын олар қалқымалы цилиндрге жабысып, көмек күтеді. Көп ұзамай олар үлкен жүк көлігінің келе жатқанын байқайды. Бұл олардың түпкілікті құтқарылуына үміт береді. Алайда капитан мен басқа жолаушылар кеменің үлкендігіне байланысты оларды көре алмайды. Нәтижесінде кеме жүзіп өтіп, қайтадан екеуін тастап кетті. Бұл арада қайықтың қозғалтқышы жұмысын тоқтатып, Лиз мен Софияны мұхиттың ортасында қалдырды. Бұл сәтсіздікке қарамастан, Лиз бас тартпайды және әлі де әпкесін табуға бел буады. Ол Софияға ескек есуді береді, ал олар саяхатының қалған бөлігін ескекпен жалғастырады. Ұзақ уақыттан кейін олар көрсетілген жерге келеді, бірақ көзге көрінетін ешкімді таппайды. Ақылды Лиз содан кейін қатты дыбыстар шығару үшін әуе мүйізінің сигналдарын пайдаланады. Кейт және Мира дыбысты ести алады, бірақ жеткілікті қатты жауап бере алмайды. Осы сәтте Мира әжесінің бақытты айнасын пайдаланып, күн сәулесін шағылыстырады. Олардың орналасқан жерін дәл анықтайды. Ақыры Лиз мен София екеуін де тауып алып, бірден көрсетілген бағытта қалақпен жүреді. Оларды бортқа отырғызады. Ал екі апалы сіңлілер арасында эмоционалды кездесу болады. Олар бір-бірін жаңа сүйіктілерімен таныстырады. Ал төртеуі қайтып келгенде фильм аяқталады.